балалар, өздеріңіз білесіздер, 1 қазан қарттар күні деп атап өтілді. Бүгінгі біздің дебатымыздың тақырыбы «Қарттар үйі қажет пе?» тақырыбында өтеді. Бүгінгі күні қарттар үйінде 7000-нан астам қариялар орналастырған екен. Міне осы тақырыпта оппозиция тобы бізде даттайды, үкімет тобы жақтайды. Бүгінгі күні бізге қарттар үйі қажет пе тақырыбында өз ойларымызды ортаға саламыз. Расында мұсылман халқында қарттарды қараусыз қалдыру, оларды назарсыз қалдыру деген ұғым болмаған. Филология ғылымының профессоры Дихан Қабсабекұлы былай деген: ешқандай бала қарттарды жалғыз, қамқорсыз, назарсыз қалдырмаған. Ол қазақ халқына тән қасиет емес. Сондықтан қарттарға әрқашан қамқорлық көрсету керек. Ол өзінің әке-шешесіне балалар қамқор көрсетіп, оларға ешқашан қарсы сөз айтпау керек. Қарттар үйінің болуы мен дұрыс деп санаймын, себебі қарттар көшеде қалатын еді. Себебі қазір олар қарттар үйіне әкелініп, ояқтап күтімдері жасалып жатыр. 4 мезгіл тағамдары және оларды медбикелер қарайды. Қазіргі таңда жұмыссыздыққа және қаражатсыздыққа ұшыраған жастар мен азаматтары өте көп. Және де олар өз ата-аналарының далада қараусыз қалып, ауыр халге түскендігін қаламайды. Сондықтан да олар өз ата-аналарын қарттар үйіне өткізеді. Сол үшін де мен өз баспанасына алатын қарттар үйінің болуын құптаймын. Қарты бар үйдің қазыналы демекші, бала өзінің ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Қаншама жылдар бойы ата-анасы баласына қалай қамқорлық жасаса, бала да ата-анасына солай қамқорлық жасау керек. Мен қарттар үйінің болуына қарсымын. Егер баланың жағдайы жетіп тұрса, сол бала ата-анасына өзі қамқорлық жасауы керек.